Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған «Есіңе мені алғайсың» байқауы өз мәресіне жетті. Республикалық онлайн сайыс үшін қатысушылар ақынның шығармасын оқып, өлеңге сай бейнеролик түсіріп, Instagram желісіне жүктеу керек болатын. Байқау демеушілері тағайындаған 1 миллион кімнің еншісіне тиді. Әділ қазылар алқасын кімдер тамсандырды, тақырыпты әріптесім тарқатады. Өскелең ұрпақ бойына поэзияның қасиетін ұғындырған ақиық ақын қашанда ел есінде. Байқаудың басты мақсаты жастардың жадында қазақтың ұлттық мәдениеті мен өнеріне, әдебиеті мен тіліне деген ықыласын арттыру. Мұқағали атамыздың өзі де айтып кеткен: ойлаңдар достар, өнерде жарыс болмайды. Өресі жетпей күндестік қылған оңбайды. Өнерің жетіп өсе алмай қалсаң сол қайғы, күндес таласқан өнерің өнер болмайды дейді. Біздің өнеріміз өлеңіміз өлең болу үшін осылай әділетті, ынтымақтастықта жұмыла жұдырық болып бір жерге бәріміз жиналсақ, ертең өскелең ұрпақты өзіміздің қалауымыздай дұрыс бағытта тәрбиелеп аламыз деген үміттеміз. Бір аптаға созылған конкурста 2000-нан аса желі қолданушысы сынға түсті. Байқауға айтыскер ақын Ринат Заитов және Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшелері Бақыт Беделхан, Ақберен Елгезек пен Бауыржан Жақып төрелік етті. Кез келген өлеңді оқи салу емес, сол бейне клиппен оқылған өлең, оқиға, өлеңнің мазмұны бәрі түгел қабысу керек. Сол тұтастығы көрінген кезде адамның рухына жатады. Айналғанда аядай қала шықты. Алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бас жүлде Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының актрисасы Еркежан Төлеубекке бұйырды. 3 минуттық бейнероликті жасауға 3 күн уақыт кеткен. Жеңіске шынымен адал еңбекпен жеттім деп ойлаймын. Бұл жерде айта кететіні, жалғыз мен дегенмен, өлеңді оқып тұрған мен болғанмен командалық жұмыс істесем де болады. Профессионалдық режиссеріміз бар, профессионалды актрисамыз бар. Кәдімгідей бір ұжым болып бұған еңбегі сіңді. Бұл жұмыстың бас жүлдеге лайық болуына. Республикалық байқаудың бас демеушісі Ұлы Дала компаниясы. Қазақстандағы компьютерлік техника шығарумен айналысатын жалғыз компания осыдан 10 жыл бұрын ашылған. Есіңе мені алғайсың конкурсын естіп, соны өзім хабарласып, мен қолдау істейін. Бүткіл Қазақстан жасөспірім оқушылар, актерлар қатысып жатыр екен, осыған демеушілік жасайын деп, менің компаниям атынан 1 миллион теңге бас жүлде. Бірінші орынға моноблок, екінші орынға моноблок, үшінші орынға ноутбук. Екінші орынды Шәмілге жазылған хаттардан өлеңімен Семей қаласының тұрғыны Абылай Шайкенов иеленді. Ал үшінші орынға Ұлағат және Санат есімді алматылық ағайындылар лайық деп танылды. Сымбат Ноғай, Ғани Қалуов, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.